Сәлем әлем, түрлі түсті өмір парақшасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен бүгін Анар топ 10 дорамам атты видеомен келдім. Мен бұл видеоны түсіремін деп өте көп уақыт жоспарлап жүрдім. Тіпті одан кейін қызықты дорамалар да шығып кетті. Тіпті осы топ 10 дорамамның спискісін бұзып үлгерген дорамалар болды. Бұл видеоны түсірместен бұрын мен жүздеген дорама көрдім деп айта аламын. Яғни аяқ асты өзі 15-20 шақты дорама көріп шыққан видео емес. Бұл жердегі дорамалардың да жанры әртүрлі болады. Кейбір адамдарға бұл дорамалар ұнамауы мүмкін, ал көбісінің көңілінен шықты деген үміттемін, және сіздердің де топ 10 дорамаларыңызды астыда талқылауға дайынмын. Келесі видеоларда да бәлкім сіздердің дорамаларыңызбен сәйкес келетін дорамалар туралы айтатын боламын. Мұнда бастайық. 10-ші орындағы дорама. Осы 3 дораманың ішінен мен өте ұзақ таңдадым. Қайсысын таңдайын деп ұзақ ойландым. Және де оның таңдауы бірінші осы дорамаға келіп түсті. Бұл жерде біз бәріміз өлдік мағынасында, яғни зомби темасында. Өзіме қатты зомби апокалипсис туралы кинолар ұнағандықтан осы дораманы таңдап қалдырдым. Бұл жерде маған ең қатты ұнағаны актер мен актрисалардың рөлдерін өте әдемі алып шығуы. Жаның ашып отырады, уайымдап отырасың кәдімгідей басынан аяқ. Және мектеп темасында болса да балаларға былай танымдық не қалдырды, және адамгершілікті соңына дейін. Барлығымыз өліп қалуымыз мүмкін болып тұрса да, осы жерде адамгершілікті соңына дейін алып кету керек екенін үндеді. Қызық, ұстап отырады. Бір күнде мен көріп тастадым деп айта аламын бұл дораманы. Өйткені сен оны келесіге қалдыра алмайсың. Сюжеті жағынан өте әдемі, ешқандай жерлерінде не қалып қоймаған. Маған зомби ұнағандықтан мен бұл нені көз алмай қарап отырдым. Жолдасым екеуміз тағы да екінші рет көріп шықтық. 9-ші орындағы дорамам. 9-ші орында ол стартап дорамасы. Бұл дораманы да мен жолдасыммен бірге көрген болатынмын. Жолдасыммен өзіміз бір 5-6 дорама көрдік. Соның ішіндегі ерекшелерінің бірі деп алып қалдым. Неге маған бұл дорама ұнайды? Өйткені мен басты рөлдегі актерді өте қатты жақсы көремін, біріншіден. Екіншіден, бұның ішінде мен сияқты бизнесті қатты жақсы көретін, бизнес болғанда жаңа идеяларды қатты жақсы көретін, адамдарға арналған ішіндегі хакатондар, жаңа бизнес идеялар, немесе бастапқы адамды жақсы жылата алуы деген секілді. Сюжеттік линиялар, махаббаттың болуы, тіпті 3-ші рөлдегі адамға да қатты жақтасып отыруың соңына дейін. Қалай шынымен жаңадан идеялар тууға болатынын, оны қолдайтын адамдар бар екенін, немесе өзіңнің мамандығыңды соңына дейін алып бару керек екенін айтады. Бұл дораманы айтишник мамандығын таңдап жатқандарға, IT мамандығындағыларға көруге ұсынамын. Ішінде өте қызық тақырыптар бар, хакатондар бар. Соны көріп шықсаңыздар күшті. Бұл дорамада Сьюзи ойнайды. Сьюзиді да көбісі жақсы көреді. Айдол актриса ол бізде. Менің жаныма қызым келіп қалды, сол үшін әрі қарай осылай жалғастырайын деп жатырмын. Стартап дорамасы мені күлдірді, жылатты, шабыттандырды. Сол үшін сіздерге де ұсынамын. Өте жақсы дорамалардың бірі. Әрі қарай жалғастырайын. Менің 8-ші орындағы дорамам. Деген барабанны дроп едер. Бұл бізде Хватай Сонже и Биги, Lovely Runner деп аталады. Бұл 2024-тің хиті болған болатын. Өте әдемі, әсерлі дорама. Әсіресе ост, яғни саундтрекпен алып кетті. Ішіндегі актер осыдан кейін өте атақты болып кетті. Көп рекламаларға, өте көп ұсыныстар алды. Ал актриса болатын болса, ол өте өнерлі актриса. Көптеген рөлдерде ойнады, басты рөлде ойнағаны бар.
менің осы топ 10 дорамамда бұл актрисаның екі дорамасы айтылады. Бірі осы Хватай Сонжо, екіншісін көре жатасыздар. Бұл дораманың ең ерекше жері ол тайм travel дорама болғаны маған қатты ұнайды. Яғни бұрынғы заманға түсіп кету деген, бұрынғы заманға түсіп кетіп, менің сабақ оқыған 2008 жылға түсіп кеткен кезде шынымен де ерекше бір әсер қалдырды. Имейлмен жауап беру бір-біріне деген секілді нәрселер менің көңіліме қатты әсер етті. Одан кейін басты рөлдегілердің ойындары өте керемет болды. Комедияларды әдемі қосқаны, барлық актер актрисаға жақтасып отыратының, әр кезде тағдырының өзгеріп кетіп отырғаны да маған қызықты болды. Осы жол қалай болады екен, енді тағы да шанс бар ма екен деп қорқып уайымдап отырасың. Бұл дораманы да барлықтарыңызға көруге ұсынамын. Біз 7-ші орынға да келіп жеттік. Жанымда қызым бар. 7-ші орын ол 25-21 деп аталатын дорама. Мен бағана стартапта айтқан кезде айтып кеттім. Менің қатты жақсы көретін актерім деп. Одан кейін енді бұл дорамада менің қатты жақсы көретін бірінші орында тұратын актрисам Ким Терри ойнайды. Ким Терридің харизмасын қайталай алатын актриса жоқ деп ойлаймын. Басты рөлдегі қыздар фехтованиемен айналысады. Сосын бұл кезде де имейлмен бір-бірімен жазысады. Кітапхана болуы, кітаптар оқуы, сосын достардың дос бола білуі соңына дейін өте қатты әсер етеді. Және айта берейін, спойлер болса да, бұл дорамада happy end болмайды. Сол себепті көп адам бұл дораманы ұнатпайды. Ал мен дораманың барысын жақсы көретін адаммын. Сол себепті менің назарымды жаулап алғаны үшін бұл дорама менің есімнен кетпейді. Әрбір деталі, қыздың ойнағаны. Бұл дораманы озвучкасыз көру керек. Қыздың өзінің даусымен, жігіттің өзінің даусымен харизмалары ұрып тұр. Экраннан кәдімгідей құшақтап алғың келеді екеуінде. Соңына дейін жақтасасыз махаббаттарына, соңына дейін достықтарына жақтасасыз, және жарысқа жақтасасыз. Кәдімгідей Кореяның атын шығаруға, фехтование деген спорттың түрінің өзін таныстыруы өте күшті әсер қалдырады. Мен кәрістердің сол жағына өте қатты ризамын. Бір мамандықты бастан аяқ таныстырып шығады. Сол себепті сіздерге де осы дораманы өте тәтті естелікпен көріп шығуды ұсынамын. Балаларға тамақ жасау керек болып, мен кухняға келдім. Сол себепті әрі қарай осы жерде жалғастырайын. Менің 6-шы орындағы дорамам ол Алые сердце Коре. Бұл дорама менің топ 3 дорамамның ішінде ұзақ жыл бойы тұрды, бірақ соңғы шыққан дорамалардан бір-екеуі оны бұзып жіберді. Сол себепті 6-шы орынға келіп орналасты. Бұл дораманың ерекшеліктері, бірінші нөмірде ерекшелік ол өте әдемі актерларды жинауы, харизмаға толы актерларды бір дорамаға жинауы. Тіпті ішінде менің жақсы көретін айдолым Бэхён бар, EXO тобындағы. Мен сол үшін көрген едім баста. Ал негізі қаншама красавчик актерлар бар, және менің жақсы көретін актерім да осында ойнайды. Оны уже 3-ші дорамасы екен мен сіздерге айтып жатқан. Бұл дораманың екінші ерекшелігі ол OST, яғни саундтрегінде өте әдемі саундтректер. Өкінішке орай мен видеоға оны қоса алмаймын. Сіздер өздеріңіз бөлек іздеп көрсеңіздер болады. Бұл дораманың саундтректерін көбісі біледі. 3-ші орында ол тарихи болғаны. Тарихи дораманы жақсы көретіндер біледі. Өте ерекше болады, стилі әдемі болады, қызықты нәрселер болады. Тарихта қалай болған екен деген бізге де қызық қой. Ол жерде де соны көрсетуге болады. Және қыз тайм травел жасағаннан кейін, яғни заманнан заманға түсіп кеткеннен кейін, осы замандағы косметиканы сияқты жасауға тырысады деген секілді ерекшеліктері бар. Көп Кореяда бұл дораманы жақсы көрмейді көбісі. Ал шетелде бұл дораманы қатты жақсы көреді, өте қатты фанаттары болды, және тіпті 2-ші сезонды әлі күнге дейін күтіп жүр, қаншама жыл өтіп кетсе де, бірақ өкінішке орай бұл дораманың 2-ші сезоны түсірілмейді. Және де әрбір принцке басты рөлдегі қызды қосып шығасыздар. Және де әрбір принцтен осы қазіргі жігіттердің басты характерлері шығады. Аю
иә, ең главный нәрсе аюдан бастамаппын ғой. Аю менің ең сүйікті актрисам, айдолым, оның әндерін мен қатты жақсы көремін. Және де аюдың тағы да дорамаларын осы топ 10 дораманың ішіне кірген болатын, оны да айтып кетемін қазір. Ал сіздерге жеті принцтің ішінде кімге қатты жақтастыңыздар, бар ма қатты ұнағаны сіздерге комментарийға жазып кетіңіздер, қай принцқа соңына дейін жақтастыңыздар. Топ 5-ке де келіп жеттік. Менің нөмірі 5-ші орындағы дорамам ол Sky Castle, Небесный замок деп аталады. Мен де бір ана болғандықтан бұл дорама маған өте қатты өтті. Бірінші серияның соңына дейін ичо деп отыруыңыз мүмкін. Ичо байлардың өмірі осындай ғой деген секілді, элита, Небесный замкта тұратындар деген секілді болады. Бірінші серияның соңында бум болады сіздер үшін. Сол бум деген жерде адамдар ох деп қалады. Ананың бәрі ондай емес па сонда деген секілді. Ата-аналардың балаларын жақсы оқытуға деген күресі, мына жерде балалардың түсінбеуіміз, ата-ана деген өздерінің амбицияларымен жүріп кетулері деген секілді. Және қазіргі өте қатты атақты болып жатқан менторлық, шетелге оқуға түсіру немесе бір оқу орнына түсіріп беруге деген секілді осы нәрселерді осы дорамадан көруге болады. Және Кореяда білімге деген қаттылықты көруге болады. Бұл жерде дорамада буллинг тақырыбы, мектеп тақырыбы, ата-ана тақырыбы өте күшті қозғалған. Сол себепті мен оны 5-ші орынға алып келдім. Мен бұл дораманы жолдасыммен бірге көрдім. Одан кейін ағаммен бірге көрдім. Екеуі де өте қатты таңғалған және олардың да топ 1-ші, 2-ші орында тұрған дорамасы. Топ 4-ші орынға да келіп жеттік. 4-ші орынға мен Хороший партнер дорамасын қойдым. Бұл дорама адвокаттар туралы, адвокат по разводу, яғни ажырасу мәселесімен жұмыс істейтін адвокаттар туралы өте ерекше дорама. Мен әрбір сериясын уайымдап отырдым. Бастысы бұл жерде психологтардың жұмысы кәдімгідей көрінеді. Басты рөлдегі адамдардың өмірін жалғастыра беріп, бірақ әрбір сериясын бөлек-бөлек клиентке арнаған. Сол ерекшелігі күшті. Басты рөлдегі Нара өте ерекше актриса. Бұрыннан да өте жақсы ойнайтын, мына рөлінде күшті алып шықты, және екінші рөлдегі актрисаға да лайықты орын берер едім. Керемет рөлдерде сомдап шықты. Бұл жерде жағымсыз рөлдегі актер мен актриса да рөлдерін күшті алып шығады. Прям жек көріп тұрасыздар, жек көрген болсаңыздар, онда күшті алды деген сөз ғой рөлдерін. Бұл дораманы үйленген болсаңыздар көруге міндеттісіздер деп айта аламын. Өйткені психологтар жұмыс істегеннен кейін тегін сіздерге психологиялық разбор, әр сериясында бәлкім өзіңіздің отбасыңыздың проблемасын тауып қаларсыздар, және соның шешім жолын көрсетеді. Ерекшелігі сонда. Барлық отбасын ажырастырып жібермейді. Бастысы шешуге тырысады сол нені. Сол үшін сіздер көріп шығыңыздар. Мен үшін өте ерекше сәтті шыққан дорамалардың бірі, және 2-ші сезоны болады дейді, оны да асыға күтемін. Дәрістердің ең қатты ұнайтыны бір мамандықты басынан аяқ ашып шығуы. Ол ерекше, әр мамандық иесі өзін дорамадан көре алады деген сөз. Мейлің журналист болсаңыздар, мейлің адвокат болсаңыздар, мейлің прокурор болсаңыздар, әрқайсыңызға арналған кәдімгідей дораманың түрі бар. 3-ші орынға да келіп жеттік. Бұл 3-ші орынға мен ең деген дорамаларды айтатын боламын. Сіздер де өздеріңіздің топ 3 дорамаларыңызды төменге жазып кетсеңіздер қуанамын. Бәлкім менікімен сәйкес келіп қалар, бәлкім келмейді, немесе менің топ 3 дорамам сіздерге де ұнай ма, ұнамай ма, оны да қалдырып жазып кетсеңіздер, әрбір комментарийға жауап беретін боламын. 3-ші орын, онда бізде кеттік. Мышь дорамасы, яғни маус. Бұл жерде триллер, маньяк темасы, және де полициялардың жұмысы туралы ең соңына дейін ойымдап отырасыздар. Бірақ мен ойлаймын, басты нәрсе бұл жерде дүниеге бір жауыз келсе, дүниеге бір яғни халқын ойлайтын сондай ізгі адам да туылады дейді негізі. Сол нәрсені көздеп жазды деп ойлаймын бұл дораманы. Шынымен бір жауыз көрсеңіздер, бір ізгі адамды көресіздер кино бойы. Ген туралы
және бірінші серияда басты маньякты тауып қойған кезде ойлайсыздар, ой, кино бітті ғой, немене деген. Карстердің де ерекшелігі сода, басында сюжеттің сіздің ойлап отқан нәрсеңіз емес екенін күл талқандап тастайды. Яғни сіз ойлап отқан нәрсе емес, біздің айтайын деп жатқанымыз мүлде басқа тақырып деп. Сол нәрсесі маған ерекше ұнайды. Басты рөлдегі полицейскийге бастан аяқ ойымдап отырдым. Эмпат болғаннан кейін қатты ойымдап отырдым. Сіздер қалай болды? Мен соңына дейін ол кісі тұрып кете алам екен, есін жиып кете алам екен, отбасы үшін өзі өмір сүріп шығам екен, қалай екен деп ойымдап отырдым. Сіздерде қалай? Ұнады ма кино? Ұнаған болса қай жері, ұнамаған болса қай жері екенін жазып кетіңіздер. Топ екінші дорама. Мен ең соңына жақындап қалдым, сол үшін маңызды. Екінші орынды бірінші орын болып келген. Осы 2025 жылға дейін әрқашан бұл дораманы ешқандай дорама орнын баса алмайды деп ойлап жүрген едім, бірақ осы жылы шыққан бір дорама, мүмкін білетін шығарсыздар, оның орнын оп-оңай ысырып тастады. Екінші орын Гоблин дорамасы. Гоблин біріншіден остымен, екіншіден локациясымен, өте әдемі жерлерімен. Саундтректерді де қосалмаған маған қиын. Негізі әрбір дораманы айтып жатқанда саундтрегін қоссам маған қатты ұнайды. Дорамалар саундтрегімен ерекшеленеді. Ал үшінші орында актерский состав. Мынандай мықты актерларды бір киноға жинап, еще сондай әдемі локацияларда, еще ең әдемі саундтрекпен, ең әдемі сюжетпен беру. Гоблин дорамасын білмеймін, қайталай алмайды деп ойлаймын. Ешқандай дорама оның орнын баса алған жоқ осы күнге дейін. Біріншіден Ким Гоун мен Гонюдың рөлі өте керемет. Жастарында айырмашылық болғанымен, киноның ішінде де сол жас айырмашылығын әдемі көрсеткен. Одан кейін екінші рөлдегі қазір өмірдегі аты Юина ма сондай. Одан кейін Лидонук деген актерлардың рөлдері өте керемет, олар жақсы ойнайтын, және де востребованный актер мен актрисалар, соларды күшті ойната алғаны, әрбір сюжеті. Бұл жерде де тарихи оқиғамен байланыстырып, осы заманды көрсетеді. Гоблин дегеніміз негізі жаман мағынада деп көп уақыт бойы көрмей жүрген болатын. Мен ол дораманы шыққаннан кейін 2-3 жылдан кейін көрдім ау деймін. Сол Гоблин туралы артық айтудың қажеті жоқ. Гоблинді просто бір көріп шығу керек. Гоблин әсер етпеуі, онда сіз дораманың фанаты емессіз деп ойлаймын. Өйткені локациялар, рөлдіктер алып шығуы, харизмасы, актерский состав, саундтректің үюі деген секілді осының барлығы мына дораманың ерекшелігін көрсетеді. Көптен күткен бірінші орынға да келіп жеттім. Мен жаңа айтып өткен болатынмын, осы 2025 жылы шыққан дорама деп. Қателеспесем қазір айтып көрейін. Когда жизнь дарит мандарины ма, сондай болу керек. Аю мен Пак Богум ойнайтын 2025-ті жыртқан Green Flag деген сөздерім қатар жүретін Пак Богум мен дорама. Бұл дорама емес, бұл дорама өмір. Өмірім көз алдымнан өтті десем болады. Менің емес, менің әжемнің, мамамның өмірі бұл жерде көрсете алғаны. Мен әрбір сериясында жыладым, және де жылау оландай жылатып қойып, уайымдатып қою емес, әрбір процестен ләззат ала алдым. Әрбір өмірдің сатысын көре алдым, өзімді де сәйкестендіріп көрдім, және де менің сүйікті актрисам Аюды айттым, Аюдың да ойнауы осы дорама арқылы көрсетті деп ойлаймын. Барлық елге танытты өзін, өйткені көп елде бұл шулап кетті, көп ел бұл дораманы салып бастады, көп ел бұл дораманы көрді Netflix'ің арқасында. Мен ойлаймын, бұндай дорама 100 жылда бір шығады деп ойлаймын. Бұл дорамада ешқандай сериясын сіз айналдырып жібермейсіз, өйткені әрбір сериясында уақыттан уақытқа өтіп, әрбір уақыттың кезеңдерін көрсетіп, басқа түскен қиындықтарды көрсетіп, оны отбасы болып шеше алуы маған қатты күшті.
келді. Және де рөлдердің әрқайсысы өзі мейлің жастық шағындағы болсын, мейлің үлкен кезіндегі болсын, гримдармен өте керемет жұмыс істеген, саундтректермен өте күшті жұмыс істеген, және кезеңдерді көрсеткен кезде де әдемі бере алған, локацияларды, көріністерді әдемі көрсете алған дорама деп ойлаймын. Бұл дораманы 100 жылда бір шығатын дорама, ешқандай дорама бұл орнын баса алмайды деп ойлаймын. Яғни орнын баса алатын әлі ондай дорама шықпады. Енді Гоблиннің орнын бұл баса алып тұрса 2025-ке мен бұдан ұзақ уақыт бұрын түсірем деп ойлағам. Сол кезде бірінші орында сіздерге Гоблинді айтатын едім. Ал қазір мен осы дораманы айтып тұрмын. Значит, барлық дораманың орны басып кетті. Менің топ 10 дорамам осы. Сіздерге ұнады, көргендеріңіз болса пікірлеріңізді қалдырыңыздар, көрмегендеріңіз болса түртіп алып сіздерде көреді деген және пікірін жазады деген үміттемін. Менің әзірге осы, тағы да жаңадан дорамалар шығып жатса, менің 10 дорамамды бұзып жатса, хабар беретін боламын. Ал келесі кезекте тағы да келесі, яғни 20-11-ден ары қарай дорамаларды айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк басып, комментарийда жолыққанша. Сау болыңыздар.